Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Кеше таңмен таласа UFC-ден жаңалық жетті. Оған сәйкес қазақ жауынгері Дамир Исмагулов келесі кездесуін ресейлік Арман Сарукянмен өткізетіндігі хабарланды. Бұл біздің елде ғана емес, ТМД аймағында қатты таңданыспен қарсы алынып отыр. Өйткені екі жауынгер де қазақстандық менеджер Саят Абдрахмановтың қол астындағы спортшылар. Бұл қалайша? Саят өз жауынгерлерін бір-бірімен жолықса, бұл тек чемпионлықсын болады деп еді ғой деген сұрақтар қаптап кетті. Түрлі түсінбеушіліктер орын алмау үшін Абдрахманов мәселенің мән-жайын өзі-ақ айтып берді. Оның айтуынша бұл мәжбүрлі түрде болған сын дейді. Ешкімге құпия емес, мен өз жауынгерлерімнің бір-бірімен төбелескенін қаламаймын. Бұл жолда осы сынды болдырмау үшін қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Дегенмен басқаға жол жоқ болды. Үздік 15-те тұрған жігіттердің бәрі бос емес. Біреулер жарақат алса, тағы басқаларында кездесулер бекітілген. Нәтижесінде осы сынды Дамирге ұсынды, ал ол бас тарта алмады. Оның UFC-мен келісімшарты қаңтарда бітеді. Егер ол бұл кездесуден бас тартса, ұйым келісімшартты автомат түрде тағы жарты жылға созатын еді. Ал Дамир болса қазір қаңтарды күтіп жүр. Келісімшарт аяқталғанда басқа да ұйымдардың ұсыныстарын қарап көремін дейді. Арман болса тұрақтап қалғысы келмеді. Ол бұл сыннан бас тартса, келесісі қашан боларын білмейтін еді. Дәл қазіргі сәтте бұл кездесуді болдырмау мүмкін емес еді. Дегенмен алдағы жекпе-жек екі спортшының да беделін көтеріп тастайтындығына ешқандай күмәнім жоқ. Бұл іш пыстыртпайтын жекпе-жек болады. Ең бастысы екеуі жарақат алып қалмаса болғаны. Екеуі де кәсіпқой ғой, сондықтан бәрі жоғары деңгейде өтеді деді. Міне осылайша 31 жасар Исмагулов пен 25 жасар Сарукян 18 желтоқсанның таңында Лас-Вегастағы UFC кешінде жолығатын болды. Дамирдің еншісінде промоушнда қатарынан 5 жеңіс бар, ал Арманда 5 жеңіс және 2 жеңіліс тіркелген. Сарукян рейтингте 10-шы тұрса, Исмагулов 12-ші. Несі бар, жаман емес, ең бастысы бір-бірімен қос қазақ төбелеспейді ғой. Ал қалғаны тек Саят Абдрахмановтың бас ауыртар мәселесі. Ал енді Жәнібекке келейік. Ол үшін бүгін үлкен дата. Қазақстайлдың Америкаға келіп, чемпиондыққа жету жолына дейін 4 жыл уақыты кетіпті. 2018 жылдың 30 қыркүйегінің таңында ол Америкада дебютты сынын өткізді. Жалпы оның Америкадағы тарихы маусым айының басында басталған еді. Атақты литвалық менеджер Эгис Климаспен келісімшартқа отырғаннан соң, ол командасымен Америкаға келіп, 3 маусым күні қазіргі бапкері Вадим Магиртпен жолыққан болатын. Мына кадрларда Магирт Жәнібектің аяқ алысын байқап, онымен жұмыс жасаймын ба, жоқ па деген тексеріс өткізген. Ал арада 2 күн өткенде, яғни 5 маусым күні ресми түрде ол Жәнібекпен жұмыс істейтіндігін айтты. Міне осыдан кейін тарих басталды. Сол жылдың 12 маусым күні команда ресми түрде Топранг компаниясымен келісімшарт жасасқандықтарын жариялады. Боб Арумның офисіне келіп, алғашқы кездесіп алдағы жоспарларын талқылады. Амуниция сынатын фирмамен келісім жасалды. Осыдан кейін ұзақ мерзімдік жаттығу кезеңі басталып кетті. Бади Жәнібекке кәсіпқой бокстың қыр-сырын үйретті. Бұл Қазақстайлдың алғашқы шыңдалу кезеңі болатын. Сосын 30 қыркүйек күні әлем Қазақстайлдың дебютын көрді. Оклендтегі Oracle аренада қазақ Карлос Галван есімді боксшымен жолыққан болатын. Бұл сында Жәнібек нокаут жасай алмады, бірақ төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңіске жетті. Кездесу соңында ол бар өнерін көрсете алмағанын айтты. Америкадағы дебютті жасап болдым. Жақсы болды, бәрі ойдағыдай. Алғашқы жекпе-жек болғаннан кейін Америкадағы толығымен істеп шыққым келді, өйткені бойларға жекпе-жектерге көп бұл шықпай қалды. Толығымен өнерімді көрсетіп, өзімді сынап, аяқта жұмыс істеп, алдыға жұмыс істеп, өзімді толығымен өзімнің стилімді шындап көрейін дедім. Міне осыдан кейін Қазақстайлдың жүрісі көз алдарыңызда болды. Араға 4 жыл салып, ол қазіргі жағдайына жетіп отыр. Тарихтың бір шеңбері айналып, жаңа нүктеге тоқтады. Ал ары қарай біз енді Қазақстайлдың чемпиондық кезеңдеріндегі тарихына куәгер боламыз. Мұнда талай қызықтар болады. Есте қалар сәттер қалыптасады. Бір айырмашылығы, алғашқы 4 жылдықта ол көбіне елде танымал болса, енді барша әлемді аузына қаратады деп топшылаймыз. Шаршама Қазақстайл. Қазақстан тарихын жасадың. Енді дүниежүзілік тарих жасайтын сәтің келді. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.